Сәлем достар, бүгін қиярдың уксуссыз, стерилизациясыз қалай тұздауға болатын жолын осы видеодан көре аласыз. Қиярларымыз өте дәмді, қытырлақ болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, қазақша контентті қолдап кетуіңізді сұраймын. Ең алдымен банкаларымызды тап-таза етіп жуып аламыз. Көкөністер мен шөптерімізді жуып дайындап аламыз. Одан кейін сірке суын 70%, яғни уксусымызды 50 мг құйып, оның үстіне ыстық қайнап тұрған 150 мг суымызды құямыз. Осы сумен барлық банкаларымызды шайқап шығатын боламыз. Осылайша банкаларымыз стерилизацияланады. Ешқандай буға қойып, уақыт кетірудің қажеті жоқ. Бұл өте оңай әрі тиімді әдіс. Мен осы әдіспен үнемі стерилизациялаймын. Ешқандай банкаларым атылып кеткен емес. Сіз де осы әдісті қолданып көрсеңіз, үнемі солай жасайтын боласыз. Банкаларымызды төңкеріп қоямыз. Барлық жеріне тию үшін айналдыра отырып, бір-біріне құйып, шайқап шығамыз. Міне барлық банкаларымыз шайқалды. Енді суын төгіп тастамаймыз. Сол шайқаған суымызға крышкаларымызды салып қоямыз. Енді банкаларымызды оң қаратып, шөптерімізді салып дайындай береміз. Кастрюльге осы уақытта суды қайната беріңіздер. Мен хрен жапырағын, укроп және де хрен тамырын, ащы бұрыш, 2 тісше сарымсақты осылай турап салдым. Лавр жапырағын 2 жапырақ салсаңыздар жеткілікті. Осылайша барлық банкаларға салып дайындап аламыз. Одан кейін қиярымыздың 2 шетін кесіп алып тастаймыз. Барынша тығыз етіп банкаға орналастырып шығамыз. Егер ұнатсаңыз, бетіне 1-2 қызанақтан салып шықсаңыз болады. Немесе тек қана қиярдан жасауға да болады. Менде 2 литрлік банкалар осылай барлығын толтырып дайындап алдым. Кастрюльде суым қайнап дайын тұр. Сақырлап қайнап тұрған ыстық суымызды барлық банкаларға осылай құйып шығамыз. Бетіне қақпақтарын қойып, 20-30 минутқа қалдырып қоямыз. Менде 20 минут өтті. Енді тура осы суды кастрюльімізге қайта құямыз. Осы суымызды қайтадан қайнататын боламыз. Енді суымыз қайнағанша жаңағы банкаларымызға горошек, қара бұрыш 15 данадай салып шығамыз. Менде 2 литрлік банкалар. Осы 2 литрлік банкаларға 1 ас қасық қанттан салып шығасыздар. Егерде 3 литрлік банка болса, 2,5 ас қасық қант қосу қажет.
және де тұзды 2 ас қасық қостым. Егер 3 литрлік банка болса, 3 ас қасық тұз қосасыздар. Менде 20 килограмм қияр, 2 килограмм қызанақтан 2 литрлік 20 банка шықты. Енді ацетилен қышқылын, яғни аспиринді 2 таблеткадан салып шықтым. 3 литрлік банкаға 3 таблеткадан саласыздар. Жаңағы суымыз қайтадан қайнады, сақырлап қайнауы қажет. Сол суымызды банкаға құйып, ыстық күйінде бірден банка жапқышпен, яғни закрывашкамен жауып шығасыздар. Міне жауып шыққаннан кейін шетінен ақпайды ма, ағады ма, соны тексеріп көресіздер. Егерде ағып тұрса, қайтадан бетін дұрыстап жауып шығу қажет. Банкаларымыздың барлығын осылай жауып шықтық. Одан кейін бірден төңкеріп қоясыздар. Бетін жылы одеялмен жауып, суығанша қойып қоясыздар. Менде 2 күндей осылай тұрды. Міне банкаларымыз дайын. Қыстағы қаттанып жейтін боласыздар. Қытырлақ дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.